Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін 5 минутта дайындалатын өте дәмді салатын жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге піскен 3 жұмыртқа, тұздалған 2 қияр, шұжық, піскен тауықтың еті және жүгері қажет болады. Ең бірінші шұжықты видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Кез келген шұжық алсаңыздар болады. Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Шұжықты тураймыз толығымен. Мен 150 грамм шұжық алдым. Өздеріңіз салаттың қаншалықты жасау керек, соған байланысты аласыздар шұжықты. Дайын туралған шұжықты ыдысқа саламыз. Содан кейін тұздалған қиярды тура шұжық сияқты ұзынша етіп, біркелкі етіп тураймыз. Бұл салатқа тұздалған қияр өте ерекше бір дәм беріп тұрады. Сондықтан тұздалған қияр қосқан дұрыс. Салат негізі тез дайындалады, тек тауық етін алдын ала пісіріп қойсаңыздар жеткілікті. Дайын қиярды ыдысқа саламыз жаңа шұжықтың үстіне. Содан кейін жұмыртқаны тураймыз. Піскен жұмыртқа қосамыз. Барлық ингредиенттерді ұзынша етіп тураймыз бұл салатқа. Мен 3 жұмыртқа алдым бұл салатқа. Туралған жұмыртқаны да ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен тауық етін тураймыз. Ұзынша етіп тураймыз етті де. Ет дайын. Салатқа қосамыз етті де. Содан кейін жүгеріні қосамыз. Және ең артынан майонез қосамыз. Жақсылап араластырамыз салатты. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Жасағаннан кейін бірден желініп кетеді. Отбасыларыңызға да, қонақтарға да барлығына ұнайтын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шынымен де керемет салат болып шығады. Салат дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер салат дайындасаңыздар, комментарийға жазып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.